Сіз өзіңіздің еркегіңізді жақсы білемін деп ойлайсыз. Бірақ жарық сөнгеннен кейін сіз бейтаныс адаммен бөлмеде тұрғандай боласыз. Сіз тырысасыз, бейімделесіз, болжайсыз. Бірақ басыңызда бір сұрақ мазалайды. Ол шынымен не қалайды? Сеніңіз, сіз жалғыз емессіз. Бұл өте жиі кездесетін жағдай. Махаббат қарым-қатынаста уақыт өте келе түсінбеушілік пен үнсіздіктен жоғалады. Өйткені еркектер үлкен алғанда екі лагерге бөлінеді. Біреулері тікелей айтады, ал екіншілері, олардың басым көпшілігі, үнсіз қалады. Олар өзін ерекше көрсетуден, түсінбеуден, немесе одан да жаманы, айыпталудан қорқады. Бірақ мен сізге оның денесі, оның тынысы, тіпті кездейсоқ сөздері, ашық кітап екенін айтсам ше, оны қалай оқу керектігін білу керек. Бүгін біз еркектердің жасырын армандайтын, бірақ ешқашан айтпайтын 5 басты құпиясын ашамыз. Бұл видеоны соңына дейін қарап шығыңыз, өйткені 5-ші құпия ең қызықтысы. Ол сіздің интимді өмірімізді түбегейлі өзгертіп, қарым-қатынасты сіз ойламаған жақындық деңгейіне көтере алады. 1-ші құпия – әйелдің бастамасы мен билігіне деген құштарлық. Басты стереотипті бірден бұзайық. Бірінші және мүмкін ең үлкен еркек құпиясы бұл оның кейде бүкіл бақылауды сізге беруге деген жасырын тілегі. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Бізге еркек басқаруы керек, күшті болуы керек, басты болуы керек деп үйретті. Бірақ шынын айтсақ, бұл роль өте шаршатады. Ол үнемі процесс, сіздің рахатыңыз, финал үшін жауапкершілікті арқалайды. Көптеген еркектер түнде осы ауыртпалықты жеңілдетіп, демалып, сіз жасайтын ағынмен жүзуді армандайды. Бұл сіздің билігіңіз туралы, рөлдерді қарапайым ауыстыру туралы. Бұл сіздің жақсы көретін қамшымен агрессивті үстемдік туралы емес, егер бұл сізге жақын болмаса. Бұл сіздің билігіңіз туралы, рөлдерді қарапайым ауыстыру туралы. Мұны қалай байқауға болады? Тыңдаңыз. Ол әзілдеп, бүгін сен командасың, немесе менімен не істесең де істе деп айтуы мүмкін. Ол әйелдің қолына бәрін алатын фильмдерді қызығушылықпен көруі мүмкін. Оның денесі де сөйлейді. Егер алдын ала ойында ол босаңсып, пассивті болса, және сізге бәрін істеуге рұқсат берсе, бұл әрқашан шаршаудың белгісі емес. Көбінесе бұл үнсіз өтініш. Өтінемін, басқар, мен саған сенемін. Ендеше не істеу керек? Бірінші болып бастаңыз. Оның қадамын күтпеңіз. Жақындап, сенімді сүйіңіз. Оны шешіндіре бастаңыз. Тікелей, бүгін сен демаласың, мен бәрін өзім істеймін, деп айтыңыз. Ойын элементін қосуға болады. Оның көзін жібек шарфпен байла. Немесе сіз оны сүйгенде қозғалмауын сұраңыз. Бастысы сіздің сенімділігіңіз. Ол өте күшті афродизиак сияқты әсер етеді. Ол сізге сеніп, толығымен демала алатынын түсінгенде, ол бұрын соңды болмағандай ашылады. Бұл бақылауды беру оған үлкен жеңілдік береді, ал сізге өзінің күші мен тартымдылығы туралы керемет сезім сыйлайды. 2-ші құпия – мақтау объектісі болуға деген жасырын тілек. 2-ші құпия бетінде жатқандай. Бірақ көптеген әйелдер оны катастрофалық түрде бағаламайды. Ер адам өзін қалағандай сезінгісі келеді. Жай сүйікті емес, дәл сіздің құмарлығыңыздың объектісі ретінде. Бізге мақтау мен таңдану әйелдерге арналған нәрсе. Ал ер адам жартас болуы керек, және оған мұқтаж емес деген идеяны таңды. Бұл толық өтірік. Әрбір, тіпті ең бруталды мачо да сізді есінен тандыратын білгісі келеді. Ол бұл туралы сұрамайды. Мақтаншақтық пен әлсіз көрінуден қорқу оған мүмкіндік бермейді, бірақ қажеттілік жоғалып кетпейді. Мұны қалай анықтауға болады? Оның реакциясына қараңыз. Сіз оның денесі немесе әрекеттері туралы жағымды бірдеңе айтқанда, ол ұялуы немесе әзілдеуі мүмкін. Бірақ сіз міндетті түрде қанағаттанған күлкі мен көздеріндегі жарқындықты байқайсыз. Ол бұл сөздерді есте сақтайды, және оларды басында қайта-қайта айналдырады. Не істеу керек? Сөйлеу. Сізді не қоздыратынын тікелей және нақты айтыңыз. Жай ғана сен жақсысың емес, мен сенің теріңнің иісін жақсы көремін. Немесе маған сен қазір маған қалай қарайтыным ұнайды. Сіздің тілегіңізді тек әрекеттермен ғана емес, сөздермен де көрсетіңіз. Сіз күні бойы оны ойлағаныңызды айтыңыз. Ол жұмыста болғанда оған пикантты хабарлама жазыңыз. Оның денесі мен қозғалыстарында сізге не ұнайтынын оның құлағына сыбырлаңыз.
Ер адам үшін әйелдің оны қалайтынын түсінуден ыстық ештеңе жоқ. Шынайы, құмарлықпен, дәл осында және қазір. Бұл оның эгосын тек қанағаттандырып қоймайды. Бұл оның ішінде жауапты жалынды жағады. Оны ол сізге бағыттайды. Рөлдерді ауыстыру және шындықтан қашу туралы фантазиялар. Үшінші құпия – еркектердің ойынға деген сүйіспеншілігі. Жандарында олардың бәрі кішкене балалар. Оларға күнделікті өмір жалықтырды. Бірдей жатын бөлме, бірдей сценарий, бірдей күйеу мен әйел рөлдері. Сондықтан олар жиі рөлдік ойындарды армандайды. Бұл әрқашан үй шаруашысы немесе полиция қызметкері костюмдері туралы емес. Бұл әлеуметтік сценарийді ауыстыру туралы. Ол бір түнге сіздің жігітіңіз болуды тоқтатып, басқа біреу болуды армандайды. Бардағы бейтаныс адам. Бағыныштысын азыратын бастық. Не үшін? Бұл оның әдеттегі рөлімен байланысты күту жүктемесін жеңілдетеді. Ойында еркінірек болуға, қарапайым өмірде батыл ете алмайтын нәрселерді сынап көруге болады. Оның бұны қалайтынын қалай түсінуге болады? Ол сізбен ерекше жерде, мысалы, ас үйде жақындық орнатуды ұсынуы мүмкін. Ол кейіпкерлер рөлдерді ойнайтын фильмдердің сюжеттерін қызығушылықпен талқылауы мүмкін. Немесе әзілдеп, келіңіздер, қайтадан танысайық деп ұсынуы мүмкін. Мұның бәрі белгілер. Оған жаңалық жетіспейді. Не істеу керек? Өзіңіз ойын ұсыныңыз. Тыңда, біз енді ғана танысқандай болып елестейік, деңіз. Барда кездесуге келісіп, бейтаныс адамдардың рөлін ойнаңыз. Бастапқыдағыдай бір-біріңізді қызықтырыңыз, азғырыңыз. Бұл сезімдерді қалай жаңартатынына таң қаласыз. Қарапайым сценарий ойлап тауып, рөлдерді бөлісуге болады. Мұндағы бастысы актерлік шеберлік емес, шеңберден шығуға және аздап ойнауға дайын болу. Бұл сіздің өміріңізге ашчылық, құмарлық және жиі жетіспейтін сол белгісіздікті қосады. Айтпақшы, егер тақырып сізге ұнаса және сіз бірнеше жаңалық тапсаңыз, лайк қойып қоңырауды басыңыз. Сонда жаңа бейнелерді жіберіп алмайсыз. Олар сіздің қарым-қатынасыңызды одан әрі нығайтады. Төртінші құпия. Тәуекелге және тыйым салынған жеміске деген құштарлық. Төртінші құпия адреналинмен байланысты. Көптеген еркектерді ерекше, аздап тыйым салынған жерлердегі жыныстық қатынас туралы ойлар қатты қоздырады. Бос тұрақ орнындағы көлікте, табиғатта, түнде жасырынып балконда. Мұнда ұсталып қалуға деген ұмтылыс емес. Бұл аздаған тәуекел. Ережелерді бұзудың құтықтай сезімі. Бұл инстинкт, қаза биохимия. Тәуекел адреналин деңгейін көтереді, ал адреналин өз кезегінде қозғыштықты күшейтеді. Сондықтан жайсыз жатын бөлмедегі интимдік қатынас жарқынырақ және өткір болып көрінеді. Оның бұл туралы не ойлайтынын қалай түсінуге болады? Ол экстремалды жерлерде жақындық орнатқан жұптар туралы әңгімелер айтуы мүмкін. Кинодағы мұндай көріністерге таңданыспен қарауы мүмкін. Немесе оқшау жағажайдың жанынан өтіп бара жатып, мағыналы түрде мұнда жақсы болар еді деп айтуы мүмкін. Мұны қауіпсіз түрде қалай сынап көруге болады? Кішіден бастаңыз. Бірден шатырға шығудың қажеті жоқ. Әдемі, бірақ оқшау жерде көлікте жақындық орнатуды сынап көріңіз. Жатын бөлмеден каменнің кілеміне немесе ас үйге ауысыңыз. Тіпті мұндай қарапайым орын ауыстырулар да өткірлік қосады. Бастысы, сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етіңіз. Және егер сіз дайын болмасаңыз, сізді ешкім көрмейтініне көз жеткізіңіз. Бұл туралы сөйлесіңіз. Мұндай өткір тақырыпта сөйлесудің өзі қоздырады. Оған өзін аздап жаман жігіт сезінуге мүмкіндік беріңіз. Және ол сізге бұл үшін өте риза болады. Бесінші құпия. Ер адам тіпті айтуға қорқатын тыйым салынған қиялдар. Міне, соңғы және ең қиын құпияға келдік. Бұл сіздің еркегіңіз ең дұрысы, лас немесе дұрыс емес деп санайтын және сотталудан қорқып ешқашан айтпайтын қиялдар туралы. Мұндай ең көп таралған қиялдардың бірі бұл үшеумен жыныстық қатынас, көбінесе екі әйелмен. Тоқтаңыз, ол мені сүймейді, мен оған қызық емеспін, ол мені өзгерткісі келеді деп қорқынышқа түспес бұрын тыныс алыңыз. Психологтардың пікірінше, басым көпшілігінде бұл қиялдың шынайы апасыздық қалауымен ешқандай байланысы жоқ. Бұл елестету ойыны, абсолютті жаңалыққа ұмтылыс және санасыз түрде өте сұранысқа ие сезінуге деген тілек.
Оның мұндай ойлары бар екенін қалай анықтауға болады? Ол фильмдердегі тиісті көріністерге әдеттегіден ұзақ қарай алады. Достарымен әңгімелесуде немесе тіпті әзілдеп, егер болса, сен не дер едің деп айтуы мүмкін. Сіздің бірінші реакцияңыз шешуші. Егер бұл ашу немесе реніш болса, сіз бұл есікті мәңгілікке жабасыз, және ол ешқашан ештеңемен бөліспейді. Мұнда қандай кеңес бар? Бастысын түсініңіз. Сіз оны өмірге енгізуге міндетті емессіз. Бірақ сіз оны жұбыңыздың кеңістігінде заңдастыра аласыз. Абсолютті сенім атмосферасын жасай аласыз. Сіз білесің бе, мен адамдардың әртүрлі қиялдар болатынын түсінемін. Бұл қалыпты, бұл туралы сөйлесейік. Оны не қызықтыратын айтып бер, дей аласыз. Оның тілектері сотталмайтынын түсіндіріңіз. Кейде ер адамға оның барлық таракандарымен қабылданғанын білу жеткілікті. Сонда ойындағы ой өзінің өткірлігін жоғалтады. Ал оның ең батыл қиялдарының қабылдануы бұл сенімнің ең жоғары деңгейі. Ол бірге өткізген жылдардан да артық жақындастырады. Міне, 5 басты еркек құпиясы. Көріп отырғаныңыздай, сіздің серіктесіңіздің үнсіздігінің артында салқындық емес, тілектер, қорқыныштар мен қиялдардың тұтас әлемі жатыр. Және бұл әлемге кілт телепатияда емес, тыңдай білуде, бақылауда, және өзіңіз бола алудан қорықпайтын қауіпсіз кеңістік құруда. Ал мен жеткізгім келетін басты ой, сіз оның тілектеріне ұмтылғанда, бұл құрбандық емес, сіздің ортақ қарым-қатынасыңызға, сіздің құмарлығыңызға және ақыр соңында сіздің жеке ләззатыңызға инвестиция. Өзін түсінген, қабылданған және қалаған ер адам оған бұл сезімді сыйлаған әйел үшін тауларды уатуға дайын. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.